Ләтипа Құрманайқызы, Қайран елім, 5-ші бөлім. Ұлы өзеннің арғы жағасына жолаушыларды апарған сал бері қарай бұрылды. Аздан кейін өзен ортасындағы сал бергі жиекке қарай келе жатыр. Жолаушылар көз ұшынан көрінбей кеткенше жігіттер қарап тұрды. Олар көзден ғайып болғанда ғана үйіне тараған еді. Ай жарық, арба кең жазықпен келе жатқан. Оның көзі әр жердегі қарауытқан талдарға, одан ақшылдау жусанға, қалың ұйысқан бетегеге түсті. Көктемде бұл араға мал жайылмаған, шөбі шүйгін, ілеге де жақын. Өрісті ұйыпты пайдаланса, кемінде 15-20 қара қойды бағуға мүмкіндік бар. Соны көңіліне түйген Бұхарұлы қасындағы атқосшыға: "Мынау өріс қой шаруашылығына тиімді-ау деймін, қалай ойлайсың? Мынау киізде үйісіп жатқан бетеге ғой, изен жусан, ақтаспаны былай қойғанда қойға жағымды шөптің алуан түрі өседі мұнда. Дұрыс, жайылымнан хабарың бар екен. Бар емей, мал өсірген қазақтың баласымын ғой, Ешеке." Бұдан кейін жолаушылар тіс жарып ештеңе демеді. Бұхарұлы ләмим деген жоқ, анау екеуі де үнсіз келеді. Арба қырқадан асып ылдилап барады. Әркім өз ойымен. Оның көз алдына Ерболат елестеді. Бала кезінде апасының өредегі құртын қоймай балаларға тарататын еді. Сол ақ көңіл қалпы сақталыпты. Ерболат осы әйеліне үйленерде өлдім-өштім, сенсіз өмірдің құны бір тиын деп лапылдап күйіп жанып жүріп, бір күні айнып қалды. Соңымнан оңғы жүр, бұдан өзге сұлу жоқ па, үйленбеймін, еркіндік керек маған деп айнымасы бар ма? Шырайлы реңіне ақылы сай бір адамға қалыңдыққа жарайды. Оған тұрмыс құрмасаң көрмей кетемін деп үйлендірген. Осыны еске алғанда Ешеген құрдасының мінезіне күледі. Кенет өзінен өзі күлгені ыңғайсызданып қалды да жол серіктеріне басын көтеріп көз тастаған еді, ешкім тіл қатпады. Ол үзілген ойын ілгері қарай жалғастырды. Ерекең үйлі жайлы болды. Тұлымшағы желбіреген сары балаға жұбайының аяғы ауыр. Бір күні Ешекең жолы түсіп меймандыққа барған. "Қатын, шай суың әзір ме?" деді зайыбына өктем дауыспен. Ерінің сөзін екетпей не айтатынын қас-қабағымен танитын жұбайы: "Қазір деп шыж-быж. Осыны сойып салар едім" деді ол күшіне кіріп. "Екі қабат. Құрсақта елге қол тигізуге жарамайды. Денің сау ма?" деген Бұхарұлы шошып кетті. "Әйел заты нәзік, мынау одыраңдағанды қой батырым, мінезі қиын" деді зайыбы. "Жарайды, адам өзіне айына бір рет есеп берсе дүниенің түзелгені. Үй иесі екемін деп орынсыз кіжіңдеуге болмайды" деді Бұхарұлы. Иығынан дем алып буы бұрқыраған сары самаурынды көтеріп әкелген жұбайы: "Ақылыңды айтшы, осыған құрдас" деп күледі. Жұмырығын түйген Ерболат: "Тұра тұр, сен қатын ба? Ішіндегіні тауып ал, содан соң" дейді. "Балаңды туғаннан кейін көресің, доңыздың қатыны" деп тістене түседі. Құрдасының мінезін еске алғанда оның қылығына тағы күліп қойды. Сары бала дүниеге келгелі досының мінезі біртіндеп өзгере бастады. "Бұл жалғанда менің қатыныма әйел жетпейді, қатынның төресі ғой" деп сыртынан мақтайды. "Ешқашан қатындарды көзінше дәріптеме, дандайсып басынып алады, басқа шығарма қатынды" дейді. Сол баяғы аңқылдаған мінезі, тымырсық, арамза емес. "Ақ белім-ай, басқалар неге Ерболаттай емес, ә?" Оның ойын атқосшы бөліп жіберді. Ешекеңе мойын бұрған ат айдаушы: "Ешеке" деді, "жылағанды сұрама, күлгенді сұра" дейді. "Неге күлдіңіз?" "Жай есіме өткен күндер түсіп жатыр. Бізге де айтыңызшы, жол қысқарсын" деп өтінді ол. Ешекең құрдасы туралы оқиғаны баяндап берді. Оның сөзіне екеуі қосыла шек сілесі қатқанша күледі. Әңгімеден кейін жолаушылар бір түрлі сергіп көңілденіп қалды. Желсіз тынық түн. Қара-көк аспан төріндегі толықсыған сүттей жарығы төккен. Көз ұшындағы өркеш-өркеш алып тала шөгіп жатыр. Қос арғымақ бүкін желіспен келеді. Бір уақытта атқосшы ыңылдай бастады. Әуені таныс. Кімнің ән екенін есіне түсіре алмады. Ешекең оны бөлмеді. Өзі көңілденіп қалды. "Ай, мынау ән біледі екен. Ән айтатындардың жаны жайсан келеді, өмірді түсінеді. Олардың жүрегі де жақсы. Мынау оқыса алысқа барар еді." Ешекең атқосшының ыңылын бел асқанша ұзақ тыңдады. Оған сүйсініп көңілі өсіп отырды. Әлден уақытта: "Әу сен ән біледі екенсің ғой жігітім" деді Бұхаралы таңданғандай.
інім-ау, мына өнеріңді қалай байқамағанбыз деді. Ауылдың алтауызы ғой деді ол елең етіп. Қайбір әнші дейсіз. Ол ыңғайсызданып үнсіз қалды да, апам той думанда өлең айтатын, айтыста жеңетін, деді анасын мақтан тұтып. Онда жай адам болмадың деді Ешекең қуанып. Бір әуен айтып жібер. Сенім білдіргеніңізге рахмет Ешеке, айтып көрейін. Ол тамағын кенеді де божына қағып қойды. Ыңғайсызданып тамағын кенейді. Жігіттің ән білгенде Ешекеңнің көңілі өсіп отыр. Бір уақытта атқосшы дегенге қарай нелік, ұшады қарай нелік зар иленіп деп әуенді сызылта баяу бастады. Дауысы бірте-бірте аспанға өрлеп, шалықтап самғай көтерілді. Әуеннің сөзі онша емес, бірақ дауысы жақсы. Майда қоңыр үн жанға жайлы әсер етеді. Бүкіл тұла бойыңды балқытып, құлақ құрышын қандырғандай. Кеткенде ауылың алыс, беу қарағым, қалады қабырғама қан иленіп деп қайырды. Ол әнді баяу бастады да бірте-бірте дауыс шалықтап, ширай түсіп аспанға қалықтай берді. Атқосшының қоңыр даусы жүректің нәзік пернесін шерткендей, адамның ақыл-ойын оятады. Оның жанға жайлы үні қара көк, аспандағы жымыңдаған сансыз жұлдыздарға, жарқыраған толық айға жетіп жатқандай. Нәшіне келтіре ерекше үнмен айтылған ғажап ән адамның пәни жалғанда мәңгі есінде сақталатындай. Өкінішті махаббатын арманын білдіретін әуен. Ол жандай жақсы көретін, шын сүйген адамына арналған киелі әуен. Ал қаракөк ой жайлау, шайыр оламал, бел байлау, сағынып сәулем келгенді-ау, қайда кеттің апырау, той тойлау деп шалқыған даусы баяулап барып кілт үзілді. Әу сен өзің жезтаңдай әнші екенсің ғой, қалай бұрын білмегенмін деді Ешекең. Ол Бұхарлының сөзіне біртүрлі ыңғайсызданып қалды. Ат айдаушы ләмейім демеді. Делбені бос жіберіп алға қарап отырды. Аттар жайбарақат аңдап барады. Қымдауыт жолда арба дөңгелектерінің салдыры естілмейді. Таулар қарауытып шөгіп жатыр. Айдың аппақ нұрымен жылғадағы жыңғыл жусан бетіге көде селу толқып жайқалады. Тәптеннен кейін ешкім үндемеді. Әркім өз ойымен қиялға шомды. Атқосшы делбенін қақты. Аттар бүлкілдеп желіп барады. Төңіректі тыныштық билеген. Олар сай табанына түскенде ай жарығымен кішірек өзен сынаптай болып көрінеді. Осы сәтте тау ішінде кісінеген жылқының дауысы естілді. Самалмен қоса өзен жағасындағы көк балауса мен жалбыздың жұпар иісі аңқиды. Жылқының кісінегені басылған шақта сұңқылдаған байғыздың үні шықты. Байғыз деді жайымен жас жігіт. Оған жалт қараған Ешекең, құстың даусын ажырата алады екенсің деді. Қыранның да дауысын білемін аға. Тау ішіндегі аңдардың дыбысынан қандай аң екенін ажыратамын. Қарағай мен қалың шырша ішінде қандай аң өмір сүретінін иісінен білемін. Алатау дүниедегі ең бір сұлу тау деп ойлаймын. Шынымды айтсам таусыз тұра алмайтын сияқтымын аға. Оты бар бала деп ойлады Ешекең. Шыңында мәңгі мұзарт, етегінде күлбақша, ондай асқар тау жер бетінде жоқ шығар деп іштей мәз болып отырды Бұхарұлы. Қай жерде қандай аң бар екенін есінен білемін дейсің бе? Үнсіздік жайлаған түнде Ешекеңнің даусы бөліп кетті. Қай шатқалда қандай құс, жан-жануар бар екенін қайдан білесің, қалай білесің? Олардың неше түрі бар ғой деді, ұланың иығына қолын салып. Әкем аңшы еді, аң аулауға шықса ылғи өзімен бірге ала кететін. Солай де. Ол Бұхарұлының қоштағандай басын изеді. Аздан соң, менің көкемді білмейсіз бе аға деген бозбала жалт етіп қарады. Пысық еті тірі бала. Мұны ауыл шаруашылық институтының орман факультетіне түсірер еді. Тәрбиелесе жақсы маман шығады бұдан. Қазақта қадір азшылық. Өмір жетсе мал дәрігерлік институтқа да түсер. 2-3 күнде түседі, деді ішінен. Жас келешегі алдында. Жолаушылар жайдақ сайдан өрге шығып жазыққа түсті. Бала деді, ол ақырын ғана. Таудың аты тау, ондағы аңдарды даусынан танитын, есіне ажыратқаның қызық екен. Осы сөзді айтқанда жымиып қойды. Менің әкемді білетін шығарсыз. Есімі кім деді Бұхаралы таңданып? Иманбай. Қай Иманбай деген Ешекеңнің оның сөзін бөліп жіберді. Әкемді іле түрген, қоғалы қапал, бел шабдар мыңжылқы түлкілі, алтын емел жанындағылар түгел біледі, деді ол даусында әкеге деген ыстық ілтипат бар. Әкесін еске алғанда жүрегін қуаныш пен
мақтаныш сезімі биледі. Тоқтай тұр бала, кәдімгі Имекеңді айтасың ба? Сол кісінің баласымын ғой аға. Солай ма? Имекеңді білемін, жақсы адамның баласы екенсің. Әңгімен қызық екен, айта бер деді Ишекең. Ілбіс деп сөзін сабақтады жас өркен. Мойылдай қара, тұрқы 1 метр, құйрығы 1 метр, бойы биіктеу, мойны ұзын. Бұғыға мысықша атылады, жолбарыс жүректі, тауешкі мен арқар құлжанаң дейді. Аяғы жуан, тырнағы ұзын, аңға жабысып айырылмайды, етін терісімен қосып жұлып алады. Асу төрде, жарғылақта тауешкі көп, жыртылып айырылады. Ал енді сілеусін көкшуар болады, тұрқы 1 метр, құйрығы тұтамдай қысқа, екі құлағы шашақты. Осы сөзді айтқанда жолаушылар жамырай күліп алды. Құлағына дейін біледі, қайдан білесің мұның бәрін? Бұхарлының жүзінде сезімтал сергектік, дауысында өзгеше бір жылы мейірбандық бар еді. Жас өркен оның көңілін қалпына сүйсіне қарады да әңгімесін жалғастыра берді. Сілеусін ұстаған аңын елікті ұрып соғып жейді, өзінің ізіне басқа жермен жүрмейді. Ізіне 9 күнде айналып соғады. Тау ешкіні қуып ұстап жейді. Әкем сілеусінді қақпамен ұстаған. Дұрыс, Имекең құралайды көзге ататын мерген еді. Әкең жұт жылы бір ауылды аң аулап асыраған, білем бәрінде. Сізді сыртыңыздан еститін, көргім келген еді, ол ештеме демеді. Ешекең Иманбай жөніндегі қайғылы жағдайды біледі. Айтайын десе жүрегі дауаламайды, тілі байланып қалғандай. Ләмим демеді. Жасөспірім ренжітіп алам ба деп қорқады. Олар үнсіз қалды. Аздан кейін сөзді бозбала бастады. Мен кейінгі зайыбымнан туғанмын ағама, деді ол. Ақырын ғана. Дауысын бәсеңсіп барады. Бірдеңеден алып келесің бе деп сұрады Ешекең. Жоқ, деді ол, солғын, жай әншейін. Бұхарлының есінен аңшы жайлы ауыр ой, атқосшының манағы ыңылдап бастаған әні де кетер емес. Иманбайдың жақсы көрген, сүйген қызына арнаған әуен еді. Айдай сұлу қыздың ауылына іздеп барғанда, бойжеткенде аға жеңгесі тойға кетеді. Алыстан аңсап жеткен сері жігіт сол қызды ерекше құштарлықпен жақсы көреді. Өзінің ниетін білдіруге құда түсуге келген жігіт сүйіктісін бір ғана рет көруге зар болып ауылына оралған. Бозбала атар таңды кірпік айқастырмай атқызады. Зарыға сағынған сүйген қызына алғашқы махаббатына арнап шығарған әуенді ат айдаушы шырқады. Иманбайдың өмірін ол біле ме, бәлкім білмеу ме? Әйтеуір әуен соныкі. Аға, деді Иманбайдың баласы ақырын ғана. Әкемнің басынан кешкендей айтып берсем тыңдайсыз ба? Айта ғой, деді Бұхаралы. Олардағы үн түнсіз қалды. Имекеңнің бастан кешірген қиындығын біледі екенсің ғой. Естігем, кісілер айтады. Анаң бар ма? Жоқ. Осыдан 3 жыл бұрын көз жұмған. Жолаушылар арбаның жүрісімен теңселіп қояды. Бозбала қара көк аспанға иек артқан асқар тауларға қарап қалған. Мұнартқан тау ұйқы құшағына бөленіп, балбырап жатқандай. Менің әпкемді қазақ орыстар, деді ат айдаушы. Ешекең аң-таң. Қай әпкесін айтады? Иманбайдың әйелі ме? Сұлу әйелі туралы ма? Оның тәтесі екенін хабарсызбын. Қай әпкең? Түсінбедім, деп сұрады. Сізге қалай түсіндірсем екен? Неден бастарымды білмей отырғаным. Ол аздан кейін басын көтеріп Ешекеңе қарап тіл қатты. Қайран жастық, жақсы көргенде дауа жоқ. Айта бер, жалғастыра бер, деді Ешекең. Айта бер. Мұндайды баяндау қиын. Сіз сұраған соң, деп күрсінді ол. Атқосшы ат басын еркіне қоя беріп, делбені бостап Бұхаралына жартылай бұрылып отырды. Арбаға жегілген қос арғымақ ай сәулесі түскен ағараңдаған жолмен аяңдап барады. Сол оқиға көп жылдарға дейін есімнен кетпеді. Қулық сұмдықпен ісі жоқ Иманбай Кекбайдағы енесіне бармақ боп үйінен шығады. Иығына мылтық асынып, тасын ерткен 2 жасар бүлдіршіндей қызын көтерген жұбайы қасында. Қас қылғандай сол күні қаракер атын таппайды. Жылқы малы сезімтал ғой, жарықтық. Таудың қай шатқалынан іздейді? Қара жейде жақтан 30 секке айырбастап алған. Жылқы малы жершіл. Көзін байлап әкелсе де үйірін табады. Алдында бір қашып кеткенде қара жейде жақтан ұстап әкелген. Іле жағасындағы қара жейдені айтасың ба? Иә, Ешеке, сол баяғы қара жейде Рысқұл атаның қыстауы. Соны айтамын. Көкек пе, мамыр ма, әйтеуір сол айдың бірі. Таутүрген жақтан арбаға қос ат жеккен қазақ орыс келе жатады.
бет алысы Киікбай жақ. Онда қазақтардың омыртасы бар тұғын. Итім білген бе оның қайда баратынын? Біз жарық дүние есігін ашпаған кезде патшалық Ресейдің озбырлығымен түргеннің құнарлы жер суын қазақтан зорлықпен тартып алып, көшпеймін дегендерге зәбір көрсетеді. Ата қонысынан айырғысы жоқ, жоқтардың үйін өртеген, зеңбіректен оқ боратып, талшығын тартсаң май шығатын тау бауыры, әрбір сайы шатқалында жеміс ағаштары тұнып тұратын. Көбік шашқан асау өзенді жайқалған көк майсалы атамекеннен қуып, қылтанақсыз шөлге тықты қазақты. Тау түрген менің атамекенім. Жас кезімді әкеммен ілесіп талай барғам. Дұрыс айтасың, атамекенін қару жұмсап тартып алу немесе бабалары өмір кешкен жерден қуып, ағылып көшіп келе жатқандарды қоныстандыру халықтың өсіп-өнуіне қарама-қарсы қайшылық. Ол жергілікті елдің несібесін аузынан тартып алу. Атыраудың кең жазығының асты тұнып тұрған байлық, оған да көз тігетіндер аз емес. Қысқарта айтқанда, біздің жерге атам заманнан қызығуда. Менің байқауымша отаршылдық басталғалы 300 жылға аяқ басыпты. Ал енді әңгімеңді жалғастыр деп қабағын шыттай шекең өзі бір түрлі түнеріңкі. Аға, деді бозбала шыдамсызданып, көкем туралы білгім келеді. Атқосшы делбені ақырын қағып қойды. Ол түзеліңкіреп кеудесін көтеріп отырды. Асықтырма, бала, айтамын. Көрген білгеннің бәрін баяндаймын. Келешекте сендерге керек. Түн ортасына дейін Белбұлаққа ілінсек, өрк көп, еңісте жетеді. Белбұлақтан асқан соң қылт ете қаламыз. Тағы да бірдеңе айтқысы келгенде оқталды да үндемей қалды. Әркім өз ойымен Имекеңнің еңсесін езген зілдей қасірет ұзақ жылдарға кетті. Ондай адамның пәни жалғанда теңдесі жоқ. Оның пешенесіне шырайлы, назды, нәзік әйелді тағдыр жазбады. Осыны ол талай ойлаған. Енді төсек жаңғыртудың керегі жоқ. Бұл мәңгі орны толмайтын, естен кетпейтін күйік. Жарқ етіп сөнген ғұмырды, аяулы жарды өлгенше ұмытпайды. Жастың жаны қиылды. Жарық дүние есігін ашып үлгермеген сәбидің нендей кінәсі бар деген ой сәл оңаша қалса есіне түседі. 20 жыл уақыт өтіп жатты. Имекең 40-тың қырқасына шыққанда анасы бірдеңе айтпақ боп оқталып қалады да, көздері ежірейіп, әлдене сескенгендей үнсіз күй кешеді. Ол бір күні бері кел отыр деді. Ұлы сырмақтың шетіне жайғасты. Балам, тыңда мені деген нық дауыс естілді. Өлгеннің соңынан ешкім өлмейді. Сен енді үйлен. Тағдырмен ойнама. Жұмыр басты бенді пешенесіне жазылғанды көреді. Өмір өтер, өтіп бара жатырмын деп ешкімге жар салмайды. Төрімнен көрім жақын. Сенің балалы шағалы өз шаңырағының болғанын көріп өлсем арманым жоқ. Үйлен, бір ошарлы жанды аң аулап асырадың. Іле, Құдай көрмес 1000 жылқы, Матай жақтағылар түгел біледі. Құдай сені ақбейіл ел жұртыңа қадірлетіп жаратты. Алланың пермесін тартып ала алмайсың, балам. 14-іңде қыран бүркіт, құмайтазы жүйрік ат ұстадың. Атқан оғың зая кетпеді. Олжаңды елге тараттың. Жаратқан ием бір кісінің басына бәрін үйіп төкпейді. Өмірде не болмайды, балам. Талай қазақты ашаршылықтан сақтап, кісілік жасадың. Қадір қасиетіңді жұрт біледі. Сәби шағыңнан бергі ғұмырың көз алдымнан өтіп жатыр. Анасы есіне бір нәрсе түскендей жымиып қойды. Содан кейін сөзін ілгері сабақтай түсті. Бел шабдарға нағашымның алдына барғаным ойыма оралып жатыр. Астық көкпенбек піскен жоқ, елдің тұрмысы күннен күнге нашарлады. Арты елдегілер тауға барып жабайы сарымсақ рауғаш тереді. Ол ас бола ма? Сен таудың қия жолымен Пел жабдар өзеніне қарай бұрылғанда гулеген бір топ жалаңаяқ балалар, оның соңынан ілескен қатындар алдыңнан шықты. Сен нағашымның үйіне қарай беттегенде кемпірлер мен жас балалар өзіңді қоршап алды. Алдыңа өңгерген тау ешкіні тастай бердің. Сонда ішімнен садағаң кетейін балам деп қуанып тұрдым. Олжаңды азырқанғандай Киікбайдың тұйық шатқалынан аю аттың. Апатайлар, бөліп алыңыздар, ертең аюда келем, етсіз болмайсыздар дегенің күні бүгінге дейін есімде. Сол күні тауға жаңбыр нөсерлеті құйдай кеп, тау басына қар түсіпті, күн суытып кетті. Бүрсеңдеген қарттар мен қара сирақтар жас сорпа ішіп, ет жеп естерін жиды. Осының бәрі әлі көкірегімде.
Талай тауқымет өтті бастан. Түркімдердің малын сыпырып алды. Күнде бастан асыра салық салады. Абақтыға қайта-қайта қамап, қинай берген соң ел Қытай асты. Осыны айтқанда анасы көкірегі қарс айрылғандай уқыледі. Шет жайлап, қиыр кешіп, қайбір жетіскеннен кетті олар. Амалсыздан, иә, кіндік қаны тамып, ет жидесін киген туған елден қоныс аудару қиямет. Жылай-жылай шығысқа қарай шұбырды. Халық қай оңған өзгенің есігін қағушы еді. Алдымен малды сыпырды. Содан соң азын-аулақ ұраға құйған астығын тінтіді. Қолдарында істік темір бидайға тисе гіршете қалады. Балалардың жүрегін жалғайтын азын-аулақ астықты аузынан жұлды. Ел қырылмай қайтсын. Бұл қазақтың тұқымын құрту үшін ойлап тапқан, қолдан жасаған зұлмат болар. Не көрілмеді сорлы қазақ, деді ол басын шайқап. Жетер енді үйлен. Бала сүюің керек. Өлгеннің артынан ешкім өлмейді деген ана ұлына не айтады дегендей ежірейе сынай қарайды. Біз де сен де шыдап бақтық. Мендей шешелер шөбере сүйіп отыр. Жетер енді. Апа деген Иманбай анасына қарап аз кідіре сөйледі. Ең ақылды, ең сұлу қызға үйлендім. Енді кембағал, ең реңсіз қызға құда түсіңіз. Неге, деді шошып кеткен анасы. Маған енді бәрібір. Кімді әперсеңіз де өзіңіз біліңіз. Анасы басын көтеріп Иманбайға сұраулы пішінмен ежірейе қарайды. Көздері қапалы, өңі боп-боз. Ана жүрегі сыздап қоя берді. Шай ішесің бе? Бүгін бір жаққа барасың ба? Атты ерттеп қойыпсың. Ештеңеге зауқым шаппайды апа. Тауға бара берейін, деді. Онда мейлің. Ұлының мұңайғаны ана жүрегін ауыртты. Төмен қараған күйі Иманбай үйден шығып кетті. Әлден кейін ат тұяғының дүбірі естілді де тыныштала қалды. Анасы бетін сүйекпен өрнектеген емек басы ағаш төсекке жантайды. Қария аппақ жастықты шынтағына төсеп, қырынан жатып ойға батты. Момыным-ай, деді келінін. Иманбаймен 5 жыл отасқанда 5 ауыз артық сөз айтпапты. Мінезі сыпайы, ашу атаулыны білмейтін, бөкеннің лағындай сүйкімді. Құралай көздері мөлт-мөлт етіп бетінен иманы төгіліп тұратын. Кісі бетіне тура қарамай, ойлы жанарымен басқа жаққа қарағандай боп ақырын сөйлейтін. Аяғы ауырлай бастағанда ақ жүзіне секпіл түсе бастады. Кішкентай сәби де өзінен алмайтын. Келін боп түскен жылы көктемде жайлауға құдай көрмеске көшіп бара жатқан тау етегіндегі жолмен келеді. Бір уақытта қалың тобылғының түбінен борсықтың күшігі шыға келгенде келіннің аты үркіп қаша жөнелді. Түйе жетектеген жас қыз келіншектер сол күні өте көңілдеді. Киімдері де сәнді, әзіл күлкі. Ат үрккенде Иібай апамның баласы, құлайтын болдым апамның баласы деп ат басына ие бола алмады. Шауып барады. Қалғандары тауды басына көтере күліп, апасының баласын ғана атады. Атын ұстамаймыз, апасының баласы қуып жетсін деп күлді түгел. Сүй деді ме? Иә, Иманбайдан ғана шақырады. Түйенің танығаны жапырақ дейді. Шу-шу етіп қалыңжалап күлген жастардың даусы тауды жаңғыртты. Апасының келіні жығылып қалмасын. Қуыңдар, Иманбай қайта, деді біреу. Иманбай қаракөз келіншектен айырылса өледі, онсыз күні жоқ. Анау сол емес пе? Иә, соның өзі. Әй, сендер неменеге мәз боп күлесіңдер? Келінді ат алып қашқаны ма? Әй, еркек сымақтар, қумайсыңдар ма, деді бір тәмпіштеу келіншек. Анау кім қатарласа шапқан? Үшеу ғой, қайсысын айтасың? Оң бүйірде жақтағы, анау Иманбай емес пе? Жеткен екен ғой. Қазір атты ұстайды. Олардың соңынан жігіттерімен қоса бір топ қыздар да желіп барады. Оларға құйрығын бұлаңдатқан иттер ілесті. Түйе жетектеген Иманбайдың апасында өң жоқ, түс жоқ. Сақта құда, сақта, Алла тағала. Ақсарбас құдайы, дейді Тәңіріне жалбарынып. Келініне бәрінен бұрын жеткен Иманбайдың бөлеседі. Ол атты ұстап, екеуі кері қайтқанда топ салт аттылар оларды қоршап алды. Тау іші күлкі қуаныш. Тау қиялар мен беткейлері қалың өскен жап-жасыл шырша мен қарағайға тұнып тұрды. Шатқалға күн нұрын аямай төккен. Құдай көрмес жасыл торқаға бөленіп толқып жатты. Сондағы жастардың күлкісі мәңгі есте сақталады. Сол күнгі ат алып қашқанға ыңғайсызданған келіннің ақ жүзінің алаулағаны, керең сайдағы асау тау өзенінің ақ көбігін шашып гүрілдеп аққаны,
бәрі бүгінгідей көз алдында. Сол жылы желтоқсанда немересі дүниеге келді. Құртақандай нәресі шалықтады, одан күлді, отырды, еңбектеді, қаз тұрды, бәрі қуаныш. Бір күні тай сойды, ел жинап тұсауын кесті. Бүлдіршіннің апыл-қапыл басқан аяғына тайдың шегімен байлаған қатындар тәй-тәй, қаз-қаз. Енді апасының баласы жүгіріп кетеді. Иә, тұсауын кескен соң бала тез жүреді, өмірі ұзақ болсын. Әжесінің көз қуанышы ғой десіп, мәз-майрам тұсауды біреу кесіп жіберіп. Құдай амандық берсе, апасының шаужайдан алады әлі дегенше, дөңгелек екі қолымен ұстап, жазны жағалап келген Сәбия апасының иығын жапқан кимешегін бүріп ұстай алды. Әй, мұнысы несі? Апасының кимешегін бүргені деген әйел қалжыңдап, тек дегенде Сәби кемсеңдеп жамақ болады. Біледі, мынауының іші мерген ғой жеңеше. Білмегенде зеккенді кім жақсы көреді? Адам емес пе? Бәрін түсінеді. Енді қалай дебең? Сәбидің жаутаңдаған көздері апасына қарай береді. Оған ет жүрегі елжіреген әжесі, ой, зекетің кетейін дейді. Сәби болса, апа деп оған қарай ұмтылады. Кекілі желбіреген топ-толық Сәбиді алдына отырғызып, маңдайынан иіскейді әжесі. Осы сәтте есіктен әкесі кірді. Әкесін таныған Сәби ұшып кете жаздап, Иманбайға қарай қанатын жай ұмтылады. Қуанғаннан көздері жайнап, көкесіне жеткенше дегбірі қалмады. Әкесін көргенде қандай қуанды дейсің? Жаман неме, алдайды өзі. Мен алдайды, әкесін көрсе ұшарға қанаты жоқ, жалбаңдап. Әкесін жақсы көрмей кімді жақсы көреді? Бала ата-анасын 3 күннен кейін таниды дейді ғой, Құдай танытады. Қызығын әке-шешесі көрсін, аман болса екен. Дұрыс айтасыз бәйбіше. Алла ата-анасынан айырмасын. Ол көкесіне қарай талпынып қыңылдайды. Қазір қолымды жуып келейін. Иманбай есіктен шыға бергенде бала жылап жіберді. Қарай көр құдағи деді. Төрдегі жардай толық әйел күлгенде семіздіктен екі көздің орнына сызық қана көрінеді. Беті жып-жылтыр. Өзі ауыз жаппай дамылсыз сөйлейді. Менің немерем етегіме жабысып айрылмайды. Ата-анасы жоқтан өзгені сылтауратып, біздің үйге әкеліп тастайды. Жалғатын болу керек. Былтыр өз алдына отау тігіп бердік. Шалым екеуміз деп аузын аша берген еді. Ей, шалың бар болсын, несін дәріптей бересің соны? Аузын жайындай қып. Анау күні біздің үйге келіпті түн ішінде. Неғып бейуақытта жортып жүрсің десем, сайран құрамыз дейді қарабасқыр. Шулаған әйелдер күлкіге кенелді. Құрдас екенің өтірік пе? Оған неменеге шамданасың? Ер тұрманыңды бауырың алып, мөңкейтіндей не жазығы бар дейді. Әр сөзден кейін көзін жұмып, сылқылдап күлген толық әйел. Жіберме оныңды. Ой, оны мен байлап қоям ба дейді ол жайлап. Басын, құрдасын деп еркелейді де, жесір қатын деп басынады. Күйеуімді қолымнан беріппін бе? Қайдағын айтпа, сенің байыңмен түйдей құрдас қой. Орында бар оңалар деп, артында балалар бар. Толық әйел жайымен сөйлеп отыр. Құдай жеткізсе, ұл-қыздар есейіп қалды ғой. Анау жолы өзің терменге апар дедің емес пе? Соған жіберген мен едім оны. Құрдастың ұнын терменге апарып тартып бер деген менің шалым сөзге шорқақ, өзің білесің. Ол тағы күледі. Кісінің ақ ниетін жаманға жорымай. Әй құрмай, жоқтан өзгені көңілге аласыңдар деп қойды бір әйел. Құрдасына еркелейді де, басқаның жұмысына ол бармайды. Баланың шашын алатын, қораңның қиын оятын сол емес пе деп күйеуінің мақтауын жеткізді семіз әйел. Табалдырықтан аттаған Иманбай, апа балаңызды маған жіберіңізші деді анасына. Жоғары өтіп тамақ жемейсің бе? Анау жаққа дастархан жайып қойыпты. Жарайды онда деп ол Сәбиін ұстата берді. Ол қанатын жайып талпынған Сәбиін көтеріп, құшырлана басынан иіскеді де басқа бөлмеге әкетті. Қатыны мен баласын көрмесе тұра алмайды, бар болғыр. Тым қатын жанды ғой деп анасы күліп қойды. Тұсаукесу қуанышына жиналғандар келіні инабатты. Құдай беретін адам, сыртына іші сай. Құдай әруақ қолдасын. Тегі енесі алдына қойған шайды құйып ішпейді. Бәрін алдына келіп әзірлеп отыр. Бөбегінің өмір жасы ұзақ болсын десіп, өзара ризалығын айтысып барады. Ана немересін есіне алғанда көзінен парлаған жағасына қарай төгіліп кетті. Көз жасым көл болды. Жылағаннан не таптым? 20 жыл.
Өлсе баласы жалғыз қалады. Көзі тірісінде біреуге үйленсін деген шешімге келді анасы. Бір айдан кейін қалың малын айдап апарып, ақ даладан бір аяғын сылтып басатын қарапайым қара домалақ қызға үйлендірді. Ешекеңдермен бірге келе жатқан бозбала Иманбайдың сол әйелінен туған ұл еді. Арба сайдан қырқаға шықты. Жолаушылар шөптесін өскен ескі жолмен тартты. Ешекең алысқа көз тастап, қарауытқан тауға телміре қарап, Иманбайдың өмірі жайлы еске алды. Сонан соң оның ұлына аянышты қарап қойды. Айнала жым-жырт. Қырат маужырап жатыр. Аттар аяқтарын жайымен басып арбаны баяу тартып барады. Бір заматта үзіп қалған Имекең туралы әңгімеңді жалғастырмадың ғой. Ол кезде мен елден алыс едім. Қызмет бабымен де, япыр-ай, осындайда болады екен. Осы сөзді айтқанда Ешекеңнің арғы жағында реніш, қайғы бар еді. Өте қиын, мұны баяндаудың өзі, деді ол. Бұл уақиға өмір бақи ұмытылмайды және кешірілмейді. Имекеңнің пәк махаббат еді ғой. Ол көп жылдарға дейін дертінен сау қалмай жүрді. Бірде ол маған былай деген: қасиетті махаббатыма, сүйгеніме қолым жетті. Құдай көрмеске жайлауға шыққанда, Қараштағы нағашымның қызын ұзатып, ұлан-асыр той жасады. Сол түні жастар ақсүйек ойнады. Түн жап-жарық, тауда аспан жақын көрінеді. Аспан төрінде сансыз жұлдыздар жымыңдайды. Ай сәулесімен төңірек күндізгідей көрінеді. Тау жақтан ескен салқын самал аршаның жұпарын әкеледі. Сол түнімен ақсүйек ойнап жүргенде таныстым. Таза бұлақтай келіп махаббатымен ұшырастым. Айға қолым жеткендей деп балаша мәз боп қуанды. Жанарында мөлдіреген жас тұрды. Оны сездіргісі келмей оң қолының саусағының ұшымен сипап қойды. Нәресте махаббаты, ұлан махаббаты, адам қуанғанда жылайды екен. Ой тоба, бұл неге жылайды? Бүкіл жан дүниесі балқиды, жүрегі елжірейді. Ай сүттей жарық. Иман менен 8 жас үлкен, бірақ оған да өзін түсінетін біреу керек қой. Аң аулаға шығасың ба менімен бірге дейтін. Көз алдымда екеуміз тауға барғанбыз. Сіркіреген жып-жылы жаңбыр жауды. Тау жарықтықтың табиғаты қызық қой. Лезге жауын тыйылды да аспан ашылды. Ол маған: мұнда келші, деді. Өзі елегізгендей туған тауға қарайды. Көрдің бе нені? Көркіңнен айналайын, дейді ол. Іле бойына бір жұма кетсем сағынамын. Таудан қуат аламын, тау менің өмірім. Жаным қаным десем жаңылмаспын. Иманбай жарын мәңгі аңсайтын. Ол туралы біреу еске алса қалса, көкірегі қарс айырлау құлейді де, қабағы жауатын күндей тұнжырайды. Оның түнеруі бірнеше күнге кететін. Иманның ұзақ жылдардағы жалғыздығы қабырғамызды қайыстыратын. Үйленгісі жоқ еді. Анасы екінші жұбайын зорлағандай етіп алдырған. Иман үшін жар қайғысы мәңгі орны толмайтын өкініш. Көп жылады. Алғашқы жылдары екеуміз оңаша тауға шыққанда ол жайында еске ала қалсақ, жасы бетін жуып кететін. Ол бір ашылмаған гүлі, мерзімсіз ерте батқан күні ме, үзіліп кеткен жақсы ән секілдеді. Жары тірі жүрсе, бір адам армансыз өтсе Иман. Екеу болса, бірі тағы сол. Қызық еді ол, деп күрсінді жолаушы. Мерген атып алған аңды, я құндыз сусар ұстаса үйіне әкетпейтін жолдағы алдында қарсы алған ауыл адамдарына тарту етеді. Кісілер де ассалаумалейкум Имеке деп қуанышпен күтіп алады. Иә, оныңыз рас. Сонымен оның жақсы көрген қызының тағдыры қалай болды дейсіз ғой. Ол тамағын кенеді. Оның обал сауығын қайда қоярсың? Жастық қанын кім жүктеді? Олардың қанын, екеуінің махаббатын кім таптады? Енді соған келейік. Ол оқиғаны өздеріңіз білесіздер. Ол делбені бір қозғап қойды. Бұхарұлы селт етті. Сұмдық көргендей шошыды. Жазда Иманбайдың бөлесінің айтқаны ойына орала береді. Ел пішен шауып жатқан кез Имекең таудан оралған түні арам қатқыр күреңқасқа қашып кетеді. Тай кезінде Қаражиде жақтан қыстақтардан қойға айырбастап алған Қаражидені аңсап талай қашқан. Талай рет ұстап әкелгенбіз. Ой тоба, екі көзі Қаражиде жақта. Ол жақтан біреу көз ұшында қарайып көрінсе, құлақтарын тікшитіп, көздері алақ-жұлақ етіп кісінеп қоя беретін. Жылқы малы адамдай сезімтал ақылды ғой. Судың өзін кешіп барып, тұнығынан тазасынан шедай.
қылған түлікті қой деп қолын сермеп қойды. Сиыр, қой, ешкі деген немене тәйірі? Қазекем біледі, бірде айтып бірге кетем. Сол күнді ойласам ішім удай ашиды. Келіншегі тойға баратындай малынып киініп алған. Мылтығыңызды әперейін бе? Міне бешпетіңіз, дейді сызылған сұлу келіншек. Қоңыр шейбарқыт бешпетін еріне ұсынып. Әу, қымыз әкелмейсің бе? Үйге кісі келгенде, дейді ол жұбайына. Бешпетіңізді киіңізші, қымыз бен салқын етті әзірлеп қойғам. Сіз мылтығыңызды тазартып отырғанда көргем мейман келе жатқан, деген назды да шырайлы келіншек күндей күлімсірейді. Иманбай ескерту жасағанда оның аппақ жүзі қызарып кетті. Сол соңғы күреуім, соңғы рет қолынан дәм татуым екен. Осы көрініс көз алдымнан кетпейді. Күреңді тауып әкелейін, ертең-ақ барсақ қайтеді, деген Иманбай өтінген еді. Апамды сағындым, деп қиылды қаракөз келіншек. Жол жөнекей, көліктер өтіп бара жатыр. Бізді апарып салсаңыз, ертең тауып аласыз ғой атыңызды, дейді. Көңілі қалмасын деген ойма Иманбай оның сөзін шықпады. Сол күні жас келін тіпті көңілдеді. Апаңа барасын, апаң сені сағынған шығар. Бүгін рахаттана брискейді, деп кекілі желбіреген бүлдіршіндей дөп-дөңгелек қара көзді баланы гүлдей етіп киіндіріп қойыпты. Ол болса Иманбайдың қияқтай қара мұртын балғын саусақтарымен сипайды. Көкесіне еңкей дегендей ишарат білдіреді. Әкесі басын иген шақта құжырланған сәби көкесінің иегіне аузын тақап аймалайды. Құлыншағым, құлыншағым, Ботан ханым, деген әке бар жақсы сөзін сәбиіне арнап кеудесіне баса түсті. Қымыз ішіңіз, дейді маған жұбайы. Тамақ алыңыздар, ет жемедіңіз, мынау қазының алыңызшы, деп табақтағы етті маған қарай сырды. Амал не, бір-біріне тең еді. Қымыз ішіп, етке тойған соң оларды шығарып салдым. Ауылдың бас жағындағы жолға бардық. Әлден уақытта алыстан қарайған бірдеңе көрінеді. Жақындағанда байқадық. Есігі алдына келгенде қолтығынан алып аттан түсірдім. Апама қалай естіртеміз, деді ол оңайып, шам жанған терезеге қарап. Білмеймін, қазір қоя тұралық. Бәрібір естиді, сай сүйегі сырқырап. Терезеден аулаға түскен шамның жарығымен жүзіне қараған едім, беті жуған шүберектей әлем тапырық. Көзі жүзіктен тұрғандай шүңірейіп көрінеді. Бота ханым, сәбиім, дегенде оның көзінен жас парлады. Апама қиын, апама қалай естіртеміз, деп қайталады. Үйге кіре бергенде келіннен бала қайда, деп сұрады анасы. Аң-таң болып қалшиып тұрды. Қазір апа, қазір. Иманбай керуетке отырды. Қатын баласы жайында айтуға аузы бармай, жүрегі өртеніп, қол-аяғы дірілдей бастады. Сорың қайнады-ау, жан анам-ау, қайтейін, сүйенші еді, деп ойлағанда жанына у құйылғандай сезінді. Меңіреу тыныштықта. Апа, отырыңыз, деген Иманбайдың досының сөзі бөлді. Тұла бойы қалтыраған ана текеметтің шетіне жайғасты. Соның арасында көзіне жас толған Иманбайдың дос жігіті, апа, келініңізбен немеріңізден айырылық, дегенде апатайым-ау, деп анасының алдына тізерлеп отыра қалған Иманбайдың шырқыраған жан даусы шықты. Ана мен баланың үйді басына көтеріп жылағанын естіген көршілер жиылды. Ойбай, не болып қалды? Ащы даусынан бір пәленің болғанын сездік. Келін қайда? Анталаған көршілер үшеуін қоршап алды. Нәрестесі мен анасының ойда жоқта офат болған қысқаша түсіндірді Иманбай. Үй толған кісілер. Қарағым-ай, мезгілсіз солған. Түкті ауызды қорқау бұл неткен басыну? О, сұмпайы, Құдай жазаңды бергір. Жерді малды алып, енді адамға ауыз салды ма? Құдай жазаңды бергір, көрмегеніміз осы еді. Енді 22 жастағы деген ер әйелді сын төкті. Осы кезде келіннің анасын ортаға алған 3-4 әйел үйге кірді. Бұл не сұмдық, ойбай, деп қызының енесіне содан соң Иманбаймен көрісіп аңырадай кеп. Мықты бол, бәйбіше. Жақсы Құдайға да керек. Қайран жас шейіт кетті. Сәбиде несі бар, ай, қаңғыртқан иттердің. Жабайы доңыз бейхұт елге ойран салып, келімсек немелер тыныш жүрмей ме? О, қарабет, ендігі жетпегені осы мет, деп күңіренді. Ауыл адамдары арманда кеткен құлыным-ай, тал шыбықтай солқылдаған құрбым-ай, жарық дүниенің жардың қызығын көрмей кеттің, деп бар даусымен еңіреген. Естіген кәрі жас ағылып келіп жатты. Көрісіп өксігін басқаннан кейін, апатай, сабыр ет, Құдайға қайрат қыл, бордай үгіле берме. Қайғы жаман, шөгіп қаласың. Берейін десе, Құдайдың жақсылығы көп. Иманбай, ақылың бар ғой, күйінбе.
Ажалға ешкім ара түсе алмайды. Көретін жарығы сол. Дәмі таусылған мықты бол шырағым деп басып айтты. Қос құлыннан айырған ауызекі түкті. Кәпірді Құдай тапсын. О несі? Оған қосыла өксіген шыңғырған күңіренген дауыстар ауылды дүрліктірді. Иманбайда ес жоқ, түс жоқ, беті өріктей сұп-сұр, дауысы қырылдап шықпайды. Үйде сыртта толған адамдар дауылдың үнгі ормандай шайқалады. Керуеттегі жастықты шалқайып жатыр. Аяғы жерде бірде есі кіреді, бірде шығады. Аяқ қолы зіл көтерем, бірде анасын көреді, беті басындағы кимешегіндей екі қолтығынан кісілер сүйемелдеп тұр. Иманбайға қарай етпеттей теңселеді. Жалғызына жете алмайды, құр сүлдері тұр. Апарыңдаршы балама дейді, әлсіз дауыспен баламның қасына деп сыбырлай сөйлейді. Анасы керуетке жақындағанда Иманбай орнынан қалтайып көтеріледі. Апа дегені даусы алғашында қатты естілді, кенет тұншығып барып естілмей қалды. Ол қанатын жая, апа апатайым, шынымен ақ екеуінен айырылдық па? Енді бізге жоқ олар, апа, нәрестеге обал, апа тауымыз құлады, шырағымыз сөнді деп анасын құшақтай алды. Шүйкетей анасы ұлының көкірегін басына сүйеп тұрып, екеуі аңырадай кеп. Адам баласы бірін-бірі неге өлтіреді, неге жәбірлейді? Тұтамдай өмірде қиянат жасап, біреудің атамекенін ойрандап, көз жасын көл етпей-ақ өмір кешуге болмай ма? Осы ой Иманбайдың досы Жаһанның есінен кетер емес. Таң елең алаңында оянған ауыл адамдары арба жекті. Бірнеше ер адамдар атқа қонды. Олардың мақсаты ана мен баланың сүйегін әкеліп, мұсылманның әдетімен ақ арулап қою еді. 10-15 салт аттылар таудың етегіне жетті. Ат арба артта бір топ ер адамдар Иманбайды ортаға алып аяңдап бара жатты. Ешкім үндемейді. Төңірек аза тұтқандай тым-тырыс. Анда-санда арбаның дөңгелегі тасқа тисе ғана шықыр ете қалады. Оқта-текте аттар пысқырады. Бір кезде Иманбайдың оң жағындағы есікпен төрдей торы ат мінген кесек тұлғалы, қара торы, жасы 40-45 шамасындағы ер адам Имеке деді. Ер азаматтың басынан не келіп не кетпейді? Сізді жалғызсыратпаспыз. Шала-жалпы естідік. Өзіңіз олардың қасында болмағансыз ғой. Қасында жүрсем қолында өлер едім деді ол, басын шайқап. Кеше мына Жаһан шығарып салған. Иә деп Жаһан күң кете қалды. Иманбай ешкімге назар аудармай Кекбай жаққа қарап қойды. Олар тағы біраз жүрді. Едәуір медірейіп, меңірейіп қалды да тамағын кенеді. Сонсоң тіл қатты. Кеше өзі көңілдеді, жайраңдап жүрді. Мен жоқта кішкентайым мені іздеп шарқ ұрады екен. Апам Иманбай деп шақырса елең-елең етіп есікке қарайды дейді. Керуетке сандыққа сүйеніп жүретін. Майысқан балғын саусақтарымен құлағымнан ұстап, беті-бетіне басатын. Есі қандай еді сәбиімнің. Кеше шешесі қайта-қайта қолыма ұстатқаны. Иманбай мұңлы жүзбен сусар бөріктіге қарады. Күні бітіп тұр ғой Имеке. Кім білген, алда не күтетінін білсем ғой жолға шықпас едім. Ойымда дәнеңе жоқ деп терең күрсінді. Қатын баланы сақтай алмадым. Бұл қасірет өмір бақи ұмытылмайды. Өмір бақи үйленбеймін. Ол тағы үнсіз қалды. Селт етер емес. Қалай көз жазып қалдыңыз, мерген деді біреу. Мерген болмай қалайын-ау, мерген болмай. Әлгі киімін жолға әдейілеп тастаған-ау деймін. Соны адайда жолдың дәл ортасында бірдеңе қараяды. Арбаны кілт тоқтатқан қазақ орыстарына бұрылып, жолдың үстіндегіні қолымен әкел дегендей көрсетеді. Ойымда арамдықтан дәнеңе жоқ, арбадан түстім деді. Дауысы өкінішке өртене, жүрегі тұншыға түсті. Құр сүлдесі келеді. Бәлкім қаншерге лағнет айтып, томаға тұйық қылған болар. Олар мұңлы көзінің қиығымен қасындағы кісіге самарқау қарап қойды. Иманбайдың қоңыр дауысы естілді. Енді өзімізді өзіміз қорғамасақ, жат жұрттықтардан қайран жоқ. Ешқайсының жаны ашымайды. Сенгіш омахан еліміз ғой. Келімсектерді төрге шық, жоғарылат деп орын босатып, өз үйімізден сыртқа шығып қалмасақ. Әй қайдам деді. Аусар ер адам баяу ғана. Аз халықтың бар байлығын айдаһардай жұтып, өзін тоз-тозғып жібермесе. Ол бір уақ үнсіз қалды да, сөзін ілгері жалғастырды. Бұл патшағарлар айла шарықпен уысына түсіріп алып,
Нәріңді барыңды пайдаланып өзіңді қу мекенге ығыстырама деп күдіктенемін. Мүмкін, деді біреу. Қолдағы малың, қара орманың, өзен суың, шұрайлы жеріңнен айырылған соң бітті, өсіп көр. Халықтың дені сау боп, өсу тұрмысқа байланысты. Әрине қаз-екем көбею үшін ішер ас, киер киім, жақсы жай керек. Иә, дұрыс айтасыз. Жемісі төгілген салқын, самалды тау бөктеріне кімдер жайғасқан? Жергілікті ел емес. Неге олар қылтанақсыз құмға бармайды? Қару қолданды, атты асты, құнарсыз жерге қуды. 16 жылы әскерге адам бермедің деген қазақ орыстан ауылдың қыз келіншектерін зорлап, өзін қарқараға алдап шақырып, қойдың басына у қосып берген. Сақалды қолдан бердік, деді тағы біреу. Сақал ештеңе етпес, ертең өседі. Мынау ұрпақтан ұрпаққа мұра боп келе жатқан ата қонысыңа, әртүрлі сылтаумен қопарылып көшіп келіп жатқан келімсектерге не тосқауыл? Аз халықтың кемсітуінің қорлығы өтіп барады. Олар бабаңның жұртына қоныстану үшін неше қилы айлы шарықты тапты. Ай, осылар еш жақсылық әкелмейді. Әлбетте, жат жарылқамайды дейді ғой. Ауылды ұлардай шулатып, адамымызды өлтіріп отырамыз ба? Сусар бөрікті қатар келе жатқан салт аттыларға қарай салмақты үн сөйледі. Басқалар оның сөзін бөлмей тыңдады. Бәрінен қиыны екі бірдей кісі өлді. Біз оны жердің түбіне түсіп кетсе де табуымыз керек. Өзі былай қалай болды, түсіндіріңізші, Емеке, деді Жәмпейіс. Ол аз кем үнсіз қалды да жауап қатты. Кім өлтірген? Қазақ орыстар ғой. Дәм атқыр, жеріміздің киесі атқыр, наныңды жеп дастарханыңды тіледі. Ой, бәріне де бейкүнә нәрестені аясашы. Оның көзіне жас толды. Жанарындағы жасты көрсеткісі жоқ, бастарын көтермей болған қайғылы уақиғаны айтып келеді. Жолда жатқан соның сырт киім екен, деді Емекең. Іліп алып артыма қарасам, жирен сақал үсті-үстіне қамшы басып, атты қатты айдады. Арбасын салдырлатып, аттарды зулатып айдап зытып барады. Мен жан ұшырып соңынан, ей, тоқта, ақыл есің дұрыс па деймін. Сонау таудың бергі жағындағы жолмен бұрылды ол. Бір кезде ақ жаулығын жел кеулеген қолында баласы бар жұбайым көтерілмек болды. Жирен сақалдың бір қолы делбеде, екінші қолы зайыбымның жағасында, зайыбымды сілкіп қылқындыра ұстап барады. Бір уақытта жаулығы жалауша желбіреп мойнына оралды. Бір қолымен дәудің тегеурінді қолынан шықпақ болып бұлқынады. Бір қолында сәби. Бір сұмдықтың боларын сездім. Тұла бойым тітіркеніп кетті. Жан дәрмен жүгіріп келем, ұшып келем. Бір уақытта орамалы сыпырылып кеткен аяулым бетін маған бұрып, Имаш деп айқайлағандай болды. Өмірдей шашы бетін жауып кеткен, сәбиі қолында. Соны көргенше неге өліп кетпедім? Өлейін. Сөйткенше арба тұмсықты айналып көрінбей кетті. Өкпем аузыма тығылып жүгіріп келем. Тынысым тарылып, ем жетпейді. Бір уақытта аяғымды тас қағып мұрттай ұштым. Жазым етпесе, жазым етті деген сұмдық ой бойымды қалтыратып жіберді. Ұшып тұрып тағы алға ұмтылдым. Өмірімде мұнша қатты жүгірмеген шығармын. Үсті басым шаң-шаң боп, тоқтамастан бірде жүгіріп, бірде баяулап келемін. Жұбайым мен баламды қуып жетем деген үміт сөнбейді. Арада ет асымдай уақыт өтті. Әлі жүгіріп келем. Бір уақытта тынысым тарылып, демім жетпей, көзімнің алды кіреукеленіп, дірілдеген тізелерім бүгіліп, тынысым тарылып құлап барамын. Шалқамнан жатырмын. Аспанда, тауда айналам шыр көбелек айналғандай боп көрінді. Күн мұнар арасындағыдай тұманданып жылжып барады. Қырымнан аунадым. Көзімді жұмып, өлген кісідей серейіп жатырмын. Табаным ашиды. Көзіме ащы тер құйылды. Бір уақытта селтиіп түрегелдім. Тағы ілгері жылжыдым. Сәбиіммен жарымнан айырылып, құлазып жалғыз келемін. Жаулығы шешіліп, көмірдей қара шашы бетін жапқан, оң қолмен көкірегіне нәрестесін қысқан, Құдай қосқан қосағым есімнен шықпайды. Айналада тірі жан жоқ. Едәуір уақыттан кейін салт атты біреу тұмсықты айналды. Таңдайым құрғап, жейдемнің жотасынан өткен ащы тер жауырынымды ашты. Орнымнан тұрғанда теңселіп кетіп, алға ұмтылам. Аздап тынығып қалғаным ба, анда-санда аяғым жерге бір тиіп бір тимей жүгіре түсіп алға ұмтыламын. Оңтүстіктен соққан ыссы жел тамақ күйдіретіндей от секілді. Құдай-ау, бұл несі? Әдейі жұмсап жібергені ме? Екеуін
етпесе игі деп ойлағанда іші өртенгендей удай ашып, жүрегін онан сайын қорқыныш биледі. Ай енді соларды тірі көрсе, екі бірдей адамды неге алып қашады деп ойлады. Қайда кетті? Біреудің сүттей ұйыған бала-шағасын жын соққан ба өзін? Құдайым-ай, сақтай көр. Шынымен-ақ соры ма? Алла тағала сақтай көр байқұстарды. Адамның ғұмыры неге мұнша қиын? Ай енді олардан шынымен-ақ айырылғаным ба? Пешенеме жазылған осы болса, ондай өмірдің түкке керегі жоқ. Талай елдің батасын алған еді. Қай пиғылынан тапты? Ол өстіп ойланып жүгіре басып келе жатқанда атын қамшылаған салт атты жақындап қалды. Мұртты төртбақ сары, жасы 35-40-қа таяп қалған ер адам. Ассалаумағалейкум деп сәлем берді де ат басын тежеп тоқтай қалды. Алейкум ассалам деді Иманбай. Бейтаныстың бетінде кеуіп кеткен көз жасының ізі барын бозарып көрінеді. Иманбайдың жүрегі қысылып барады. Ол жолаушыға үрейлене қарады. Жолда арбалыны көрдіңіз бе? Жоқ. Иманбай аң-таң. Ешкімді көрмедіңіз бе? Жоқ. Мұны естігенде Иманбай жанын қоярға жер таппады. Өлерде жаны басқа жұбайын жаман атқа қалай қияды? Қуып жетем деген бекінге келді. Иманбай жолаушыға тұра ұмтылды. Атыңнан түс. Неге? Иманбай үрейленген көзімен жігітке барлай қарады. Шынымен ешкімді ұшыраспадың ба? Жолда жатқан баланы айтуға батпады. Иманбайды аяп тұр. Қалай естіртуге білмей берекесі қашты. Сөйткенше Иманбай аттың тізгініне жармасты. Түс аттан. Ауылға қалай жетемін? Сөзді ғой, түс аттан. Иманбай басын төмен салбыратып тұр. Бірақ атының бірдеңеге айтуға аузы бармай қипақтаған байқап иман ұшты. Сұрауға батылы жетпеді. Үрейлі. Жігіттің оның қайғырып мұңайғаны айдан анық. Иманбайдың жүрегі аузына тығылып шыдамсыздана түсті. Атыңды бер тез. Жолаушының жолдағы көргенін айтуға тілі байланды. Бұрын соңды мұндай сұмдықты өң түсінде көрмеген қайтып айтады. Ол сүйретіліп аттан түсті де шылбырды үнсіз ұсына берді. Қашан келесіз? Кешікпеймін. Суық хабарды айтуға батылы жетпегені ызаға булықты. Сорлымын ғой, жасық. Неге естіртпеді? Жападан жалғыз өлікті көріп, жүрегі жарылып кетсе екі бірдей адам. Ол әлгі аты шулы аңшы ғой. Сөзді көбейтпейін деп тіс жармады. Адам айтқыс ауыртпалық оның еңсесін басып бара жатқандай. Құрысыншы, бұл қу дүние. Бәрі өкінішке толы. Апырау, бұл мергенді аңда аяйды ғой адам түгілі. Оның есесіне аңшының құдай көрместе аюмен ұшырасқаны орала берді. Сол жылы Иманбай Киікбайды қыстаған. Мылтығын асынған мерген құдай көрместің ит мұрны өтпейтін қалың тоғайына кіре бергенде алдынан дәу қоңыр аю шығады. Күтпегенде аюмен бетпе-бет ұшырасқан мерген мылтығын алуға да үлгермейді. Аю алдыңғы екі аяғын көтеріп, артқы аяғымен адамша тік тұрады. Мергеннің көзі аюдың көзіне түседі. Екеуі біразға дейін бір-біріне көз айырмай арбасып қарайды. Екеуінің арасы 1 метрден аспайды. Жарып тастамаса жарар еді. Жеткен жері осы болды. Оған да жан керек. Қару қолданбады, көз айырмайды. Жанары жайдары. Оның не кінәсі бар? Жарық дүние есігін ашқан соң жеміс жидегі төгіліп жатқан тауда оның да өмір сүргісі келеді. Оны да Құдай жаратқан. Маған аюдың басқасы да жетеді. Өзі тиіспесе онда несі бар? Егер күрессе, кімнің күші басым сол жеңеді. Құдайдың салғанын көреді. Аю тапжылмады. Мерген аюдан бір-біріне көз айырмады. Аюдың төбесіне тақиядай томпақ байқалды. Бастан бөлек. Аю мойнын қисайтып басын тосты. Мерген енді байқады. Дәл төбесіндегі қос жұмырықтай ісікті көзі шалды. Арман-ай, екі басқа ұқсайды. Бейшара, таудан құлағанда жараланды ма екен? Өткен айда қалың нөсер жауып өткен. Тау беткейі тайғанақ болады. Әлде басын тасқа соғып жарақаттанды ма? Аңмен басқан қорбиған аю Иманбайға жақын барды да еңкейіп төбесін тосады. Мерген алақанмен қос жұмырықтай дүмбеген тұсты сипады. Былқ-былқ етеді. Аю қозғалар емес, қыңыр қанады. Аңшы қыннан кездігін алды да аюдың төбесін өткір кездікпен тіліп жібергенде сасық қандырың бұрқ ете қалды. Мерген томпақты қысып іріңін ағызды. Аю ыңыранды, қозғалмады. Қатты сыздап ауырғаны басылған аңның жаны жай тапқандай рахаттанып қалды. Енді ол аңшыға жылы шырай қарады да
басын шұлғып алғысын айтқандай ризалық білдірді де аяңдап ұзай берді. Арада 3-4 күн өтеді. Иманбай таудағы үйінің қасына біреу қураған томарларды, кепкен қарағайларды үйіп кеткен. Тегі көршінің ағаштарын тасып әкелген бір күні аңшы лапастың қыстағына түнейді. Шырт ұйқыда жатқан мерген қарсы беттегі тау шатқалын домалаған тастардың сыбысын естіп оянады. Ол лапасты қоршаған алма ағаштың тасасында тұрып, тастар құлаған жаққа қарайды. Тоңқаңдаған дәу аң сай табанына қарай түсіп келе жатады. Таң шолпанды батпаған, таң ағарып атып келеді. Бәрі күндізгідей көрінеді. Бір кезде сайдан дөңкиген аю шыға келді. Бет алысы аңшының үйі. Аузында астаудай тістеген бірдеңесі бар. Иманбай аң-таң бұл не екен деп ойлайды. Аю аулаға жақындады. Енді оның пышылдаған үні де естілді. Мерген оны таныды. Басындағы шуын жарған дәу қоңыр аю дәл өзі. Аң аялдамады, есік алдынан кері қайтты. Құдай көрмес жаққа бет алды да әлден уақытта қалың тоғайға кіріп көзден ғайып болды. Енді аңшы лапастан шығып үйілген томарлардың қасына барғанда біреу көтеріп әкеп тастаған астаудай бірдеңені қарайып жатты. Мерген еңкейіп көрген еді, балауызмен әкелген бал боп шықты. Аюдың қылығына аңшы күліп жіберді. Түсінікті, бәрі де белгілі енді. Ағаштарды тасып әкелген осы болды. Сол кезде мерген 23 жаста еді. Өмір адамның ойынан шыққан ба? Қашанда ол өз әмірін жүргізеді. Иманбай тақымына ат деген соң құйындатып шаба жөнелді. Адамның соңғы демі біткенше үміті сөнбейді. Оның есіл-дерті бармақтай нәрестесі мен зайыбын құтқару еді. Ол атына қамшы басты, зымырап барады. Атын ақ көбіктер жауды. Ауыздықпен алысып құстай ұшады. Мерген алақтап айналаға қарайды. Қырқа сай, жол жағасындағы тал, шырша, жабайы жеміс ағаштарды қалып жатыр. Ат басын қоя берді. Жүрдек атты бүйірден өкшемен тепкен сайын жаны шыға жаздап, көздері ақиланып желдейседі. Шайқурайға ілінген орамалды көтергенде нәрестенің сол жақ шекесінен өтіп, анасының жүрек тұсына тиген оқтың орны анық байқалды. Оқ тиген түйенің көзіндей жердің төңірегіне қарайған бауырдай қан ұйыған. Үрейленген мерген жан-жағына көз қиығын тастаған еді. Табан астында ылдида шарадай бастау көрінеді. Айналасы көкпеңбек. Иманбай бетін жасыруға шөп іздеген. Ол теңселіп кетіп қайнарға бет түзеді. Бастаудың айналасына жалбыз өскен. Жалбызды жұла бастады. Бір құшақ жалбызда келіп, баласы мен жарының үстіне жапты. Қарға құзғын шоқымасын дегені ғой, таға келді. Жалбыз бен көк шөптің екеуінің үстіне жапты да, зайыбының орамалын үстінен жауып, 4 бұрышын таспен бастырды. Ол төбеден өтіп, сайға түскенде тобылғы басына ілініп қалған ақ нәрсеге көзі түсті. Ат басын солай бұрды. Жақындағанда бірден білді. Сүйген жарының бас орамалы. Аттан секіріп түсті. Көлікті қоя бере салды. Денесі қалшылдап кетті. Адалым, Құдай қосқан қосағым деп жан даусы шығып еңіреп жіберді. Жарының ақ жаулығын бетіне басты. Жас әйелдің шашының иісі келді. Теңселіп құлай жаздап тұрды. Бүкіл бетін жас жуып кетті. Жолдан 50 метрдей жерде сәбиі жатты. Лақтырып тастаған. Мүк басқан қызыл жартасқа жүресінен отыра кетті. Екі иығы селкілдеп, өксігін баса алмай, балаша жыладай кеп. Әлден уақытта оның екі шекесі зырқылдап қатты ауырды. Дауысы шықпай қалды. Көзін самарқау ашқан еді, өзі мінген торы мойын төмен салған күйінде қоя берген жерінен жылжымапты. Иманбайдың қайғысына ортақтасып, аза тұтқандай мұңиялаған көздері оған қарайды. Япырмау, мына жылқыда қайғырады жарықтық. Мерін сорлыны аяйды. Жылқы адам сияқты ақылды. Ол орнынан баяу көтерілді. Жарының жаулығын иығына асты да торының қасына барды. Жылқы басын көтерді. Еріндері жыбыр-жыбыр ете қалды. Жалт-жұлт еткен көздері адамға қарап қойды. Аңшы алақанымен жылқының құлағының түбінен одан жағынан сипады да дөненге бетін төсек тұрып, көріскендей аңырадай дейсін. Бір кезде қамбар атаға қараған еді, оның көзінен моншақтап аққан жасты көрді. Енді ол сәбиін кеудесіне батып, атын жетектеп біраз жаяу жүрді. Саясына қалың иман жапырақ өскен жартастың тұсындағы саздауытта қырынан құлаған әйелін көрді. Беті де аппақ, көйлегі де аппақ,
қарлығаш қанатындай қастары қиылып, мақпалдай қара шашы жерге төгіліп, қырынан құлаған күйінде жатыр. Оны көргенде аяқ-қолы қалтырап, жүрегі аузына тығылды. Екі иығын қомдап үстіне төне түсті. Жаным деген сөзді бөліп-бөліп, дауысы қырылдап, шиқылдап зорға шықты. Бөбегін анасының қасына қойды. Жұбайының ашылып қалған ұялы көздіреген көздерін жапты. Жанарына төне түсіп еңкейді де ақ маңдайынан аймалағанда еріндеріне сұп-суық тиді. Таңертең ғана бөбегін көтеріп, иман, кеңсеңші, мә бешпентіңіз, тау салқын деп сылаң қаққан жайраңдаған сұлу ару мәңгі көз жұмған. Мәңгі орны толмас қасірет, апырау, тұлымшағы желбіреген сәбидің не жазығы бар еді деген сұраққа жауап таба алмады. Енді ол жұбайының жүрек тұсында ұйыған қанды көрді. Мұншалықты зұлымдыққа жігіттің зығырданы қайнады. Бойын үсік шалғандай дірілдеп, деміге бұрылып Иманбайға қарады. Аға, мықты болыңыз, бұл Құдайдың ісі. Иманбай лезде қайғыға шомып, бұзыла қалды да тез қайтадан түзелді. Оның қара жамылып қасірет шеккен жүзіне қарап, аға дегенде үні баяу, жалынышты естілді. Ауылға хабарлайын ба? Тіршіліктің, өмірдің қадірін білмейді екенбіз. Иманбай оның сөзін үнсіз тыңдады. Аға, сабыр етіңіз деп шыға алмай тұр. Мен енді ауылға барып хабарлайын. Әлде өзіңіз барып, мен қалайын ба? Иманбай қаны қашқан, қуқыл бетін жігітке бұрғанда өзінен қасірет, азап табы ғана байқалды. Ауылға хабарла. Апама естіртпей қоя тұралық, өзім айтамын. Апама қиын, не болады деп қалды. Анасын аяп отыр. Жігіт көңілсіз аттанды. Ол өз ойына өзі шырмалып, аяңдап барады. Имекеңе қабырғасы қайысты.